Сәлем, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн, қош келдіңіздер менің YouTube каналыма, Умида Абдрахмановқызы каналымызға. Бұл канал енді дамып тағы да қолымнан келгенше жасап жатырмын. Қалдарыңыз қалай? Сіздерді көріп тұрғанда қуаныштымын, сіздер менің каналыма келіп тұрғанда қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге айтпақшы болған ақпараттарым өте пайдалы. Себебі мен осы нәрсені білмегендіктен көп уақытымды жоғалтып алдым. Бұл каналды ашқаныма бұрын 1-2 жыл бұрын ашып қойғам, бірақтан сол ютубтың мүмкіншіліктерін, ютубтың пайдалы жақтарын білмегендіктен орысша, барлық жерде орысша ақпараттар болды, қазақша ешқандай ақпарат болған жоқ. Сол себепті мен қанша бір монетизацияға жеткен кезде авторский право анау мынау деп маған өткізбей қойды, одан тағы өткізіп уақытым кетіп қалды. Сол себепті осындай қателіктер жасамау үшін сіздерге айтып жатырмын. Алла тағаланың қалауымен маған бүгін 3-ақ сағат қана қалды. Алла қаласа соған жетсем монетизацияға қосатын боламыз. Одан кейін менің видеоларым сізге ұнап жатқан болса, сіздің менің сіздерге айтып жатқан ақпараттарым пайдалы болып жатқан болса, бұл маған да бір мотивация болсын. Комментарий жазып, лайк басып, подписка болыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен сізге бүгін өте жақсы, құнды, ешкім айтпаған ақпараттарды айтатын боламын. Онда кеттік. Тағы да бисмилля. Мен бүгін сіздерге қатты қуанышымды және де түйгенімді айтқым келіп отыр. Wildberries'те сіз хоть медик болыңыз, сіз просто үйде отырған ана болыңыз, тігінші болыңыз, қандай да қолыңыздан келеді, соның барын ютубқа салу арқылы, ютубқа монтаждап жіберіп, монтаждамасаңыз да қолыңыздан келгенше соны жасағаныңыздың арқасында сізге міндетті түрде просмотр болады. Просмотрдан қазіргі таңда 1,5-2 миллиондап елдер тауып жатыр. Әрине ол көп дәрежеге жеткенде. Бірақтан сіз YouTube сізден ақша сұрап жатқан жоқ, канал ашып, менде бұрынғы сабақтарымды, видеоларымды көрсеңіздер бар, қалай YouTube канал ашу. Солай ашыңыздар да, дәл қазір осы видеодан кейін, көріп болғаннан кейін міндетті түрде канал ашыңыздар. Ертең маған рахмет деп айтасыздар. Например, биткоинді да кезінде елдер бір биткоин алып қойыңдар деген кезде, $1 болған кезде, 2009 жылы. Сол кезде алмаған, қызықпай, қазір бір биткоиннің өзі қанша $395,000 ма сондай болып кетті. Егер де сол кезде $1 алып қойғаныңызда, қазір $395,000 инфляциямен алып отыратын едік. Сол себепті мен айтқым келіп отқаны, YouTube канал ашып, YouTube каналға не саламын, кім көреді мен деп ойламаңыздар. Сізді де көретін өзіңіздің оқырмандарыңыз болады. Екінші, YouTube просмотрға ақша төлейді. Дұрыс просмотрға ақша төлейді. Қалай? Ішінде, например, сіз бұл видеоны көріп жатқан кезде, былай пропустить деген бір реклама шыққан шығар, или осы видеоның арасында шығып қалады. Сол просмотрға, сол рекламаларына, ол менің видеомның ішіне жүктеп жатқаны үшін YouTube сізге ақша төлейді. Енді, конечно, бұл жерде сізде нақты бір тақырып болу керек, сол тақырып бойынша жұмыс жасау керек. Бізде біреулер бар, бәрі бар деп қойған, бәрі нәрсені, біреулер даже мық қадау, просто түйме тігу, не бар, қолынан не келеді, соның бәрін жасап, тамақ дайындап, Нұржан Қасым деген бар, тамақ істейтін, қыз тоже өзі просто тамағын суретке алады, тамағын, тортын, несін. И сол видеосынан қазір көрген болсаңыздар, үйінде машинасында осы просмотрдан алып отыр да, и курсында сата алады. YouTube'да 3 сағат бойынша ақша таба аласыздар. Бірінші просмотрдан, чисто просмотрдан, екінші сіздің неңізден, курсыңызды, немесе өзіңіздің қызметіңізді, услугаңызды, товарыңызды сата аласыз. Үшінші, осы YouTube'дың просмотрлары, YouTube'ға реклама жасау арқылы тоже ақша таба аласыздар. Негізі ақша табам деген адамға жан-жақты. Қазір қолдарыңыз не біледі? Просто қыздарыңыз нан жауды білетін шығар, жасы кішкентай болуы мүмкін. Егер де өзімді көрсеткім келмейді дейтін болсаңыздар, қазір көп қой, детский балалардың анау ақ, цвет, көк, қара, көк деген сияқты көрсетіп, оны да салып жасай берген мультиктер өте жақсы. Көрсеңіздер, Baby Shark деген шықты, сол Baby Shark'тың өзі қаншама миллиондаған ақшаны тауып отыр. Бір күнде біз жалғыз менің өзім бір 50-60 шақтысын көріп бітіретін шығармыз. Баламызға, например, қойып қоямыз, сол сияқты.
Енді монетизация деген айда монетизация қосқан кезде сізде айтып жатырмын, менің қателігімді жасамаңыздар. Сіздерде монетизация жақындап жатқан болсаңыздар, бір ауыз маған WhatsApp номерін қалдырамын, соған жазып қойыңыздар, осындай бір кеңес сұрағандарыңыз дұрыс. Бірақ менде ешқандай кеңес сұрайтын, ақылдасатын, білетін ешқандай да бір ақпарат болмады. Орысша болды, орысшасын кейбірін түсесің, кейбірін түсінбейсің, бір жерін айтады, бір жерін айтпайды деген сияқты. Сөйтіп кешігіп қалдым. Қазір тоже кішкене ғана документім өтпей қалды. Сол өтсе, алла қаласа жетсем, онда видео түсіремін. Бірақ жүрегім қатты қуанып отырмын. Азғантай ғана, өте азғантай қалды. Соны өткізсек, бұйыртса ютубта бізге ақша беріп отырды. Жарайды, просмотрыңыздан, қарағаныңыздан, видеоларыңыздан просто ютубтың просмотрын 10 мың, 15 мың сізге түсіп тұратын болса, бір жамауыңыз жарайды ғой, дұрыс қой, 1000 теңге болса да, 5000 теңге болса да, 10.000 теңге болса да, сіздің қандай да бір хотя бы бір айда өзіңіздің жасаған еңбегіңіз үшін хоть 10.000 теңге бір хотя бы орамал алатын шығарсыз, хотя бы KFC алып жейтін шығарсыз, хотя балаңызға бірдеңке алып беретін шығарсыз, ең болмағанда шоколадыңыз, мороженыңыз болып тұрады. Ол үшін қатты қиын емес, тек қана қолыңызда компьютер немесе телефонмен ғана түсіре берсеңіздер болады. Бірақ монтаждауды кішкене біліп алған дұрыс. Монтажбен көбірек просмотр жинайсыздар. Еш жерде басында мен обложка жасамағам, сол себепті обложканы міндетті түрде жасауды үйреніңіздер. Алла қалса обложка жасау видеосында түсіріп жіберіп қоямын. Так, ол бірінші. Енді екінші, мынау ютубқа қазір қарасаңыздар көп сұхбаттар, интервьюлар, неше түрлі заттардың бәрін тегін көрсетіп жатыр дейміз ғой. На самом деле ол түрге тегін көрсету просмотр арқылы ақша табу үшін просмотрға қойылады. Мен енді бұйыртса интервью жасау ниетім бар. Интервьюге кім қатысқысы келеді? Мен, например, ютубқа, инстаграмға былай жасағым келеді десеңіздер, мен сіздерді видеоға алып, интервью қылып жасап, ошаға монтаждап қоя аламын. Сол себепті, егер де кім дамығысы келеді, өзін таныстырғысы келеді, өзін көргісі келеді, маған жазсаңыздар, интервью осы каналды ары қарай жалғастырып, интервью алатын боламыз. Просто мына орамалға тарту бойынша да мен әлі хиджабқа пока что бір иманым жетпей тұр, себебі осознанно жүрекпен кіру керек та негізі, сол себепті осы орамалға да Аллаға шүкір. Яғни орамалдағы қыздар болса, соларда қалай сіз келдіңіз орамалға, қалай қиын болды ма, оңай болды ма, не болды, мотивация, сізде не бар, соны мотивация ретінде түсірсек деген сіздерге бір ұсынысым да бар. Кімде қандай, мүмкін біреулеріңіз басқа бір затты білетін шығарсыздар. Білген заттарыңызды елге айту ол сүннет негізі. Мұсылманға айту ол сүннет. Сол себепті білімдеріңізді осылай жариялауға болады. Сіз бірақ біліміңізді, ойыңызды сіз мына жерге айтпасаңыз, сізді ешкім, когда сіз өзіңізді ұсынбайсыз, сізді не істеп жатқаныңызды ешкім білмейді. Сол себепті сіздерге бұл видеоны мен соңына дейін көруді айтып жатырмын. Неге? Себебі бағана қателіктерде біздің алғашқы ең қателігіміз қорқынышымыз. Мен, например, көп уақыт жоғалттым да 4000 сағатқа жету үшін. 4000 сағатқа мен көңілді бөлген жоқпын. Бір әйтеуір өзімнің вайлберспен жұмысым бар, соған қойып сөйтіп жасадым да. Егер де сіз чисто осы ютубпен отыратын болсаңыздар, міндетті түрде өте тез уақыттың ішінде просмотрға жетсеңіздер болады. Қазір Аллаға шүкір барлығы дұрыс болып тұр. 1000 подписчик болу керек сізде монетизация қосу үшін, и 4000 сағат қаралым болу керек. Қайталап айтайын, 4000 сағат. Сағат деген ол көрген уақытыңызда бір видеоны көріп бастайсыз да, бір 2 минут, 3 минут, и содан кейін басқа өтіп кетесе, ол тек қана 3 минут есептеледі. Егер де сіз бір видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, бір кинолар тез шығып кетеді қазір. Сәлем, аппақ келіндер шығып жатыр ғой, солардың бәрі сол неге тіркел, хабарлас деп жатыр, ютубта ақша болғаны үшін. Енді қараңыздар, сол жерде видеоңыз көріледі. Сол 10 минуттық видео қойған болсаңыз, онда ол 10 адам көретін болса, бір-бірден онда 10-ға көбісінен 100 минут қана. Ол 100 минут, бір 60 минут, 1 сағат, яғни 1 сағаттан енді асты деген сөз. Сол себепті бірақ қиын емес, қорқпаңыздар, қиын екен деп жайлап көтеріп алуға болады. Одан кейін условиясы былай, сізде все время 4000 сағат емес, бір жылда сіз, например, январда бастасаңыз, келесі жылдың январына дейін сізде не болу керек?
нақты сол бір жылдың ішінде 4000 сағат жиналған болу керек та, соны да есепке алу керек. Например, 4000 сағат жетпей қалсаңыз, ол 4000 сағатқа жиналған уақытыңыз күйіп кетеді. Күймейді, былай уақыты бір жылда сен үлгермедің деген сияқты келуі мүмкін. Оны қандай да процент қала ма, сонда мен де ол точно білмеймін, но мен де сіздерде сияқты зерттеп қарап жүрген адаммын. Сол себепті айтатын едім, соған үлгеріп алайық. Одан кейін мен өткен видеомды көрген болсаңыздар, инкрузив саяхаттап жүріп ақша табуға болады. Тоже саяхаттауға біз ойламаймыз ғой, кім ойлайды. Бірақ $100 жинап ол жерге жинасаңыздар, міндетті түрде сіздерге ол еселенеді, оның условиялары бар. Ол бөлек видео, оны салатын боламын алла қаласа. Егер де керек десеңіздер, сол инкрузив саяхат бойынша саяхаттап тұрып ақша табу жайлы мен сіздерге оны видео қылып салатын боламын. Егер де ол сіздерге қызық болса, әрине. Солай. Сол себепті егер де сіз ютубпен ақша тапқым келеді дейтін болсаңыздар, міндетті түрде условияларын, өзінің категорияларын біліп алған дұрыс. Сол білмесеңіздер, мен сияқты көп уақыттарыңызды жоғалтып аласыздар. Негізі мен бір жыл деп жатырмын. Сіз ол популярностьті, жақсы заттарыңызды не то что бір жыл, бір 2 айда, 3 айда 4000 сағат жинап алып монетизация қосып қойсаңыздар болады. Монетизация қосқаннан кейін каждый просмотрға сізге ақша төленеді. Так, енді ол дальнейшем қазір елдің бәрі YouTube қойып жатыр ғой, негізі Instagram бар жерде де, YouTube каналымызда толық ақпаратымыз деп. YouTube'да өте жақсы мүмкіндіктер көп, инструменттер бар. Қазір мен өзімнің бар білгендерім бар инструмент қылып жинап қойдым. Өте арзан баға болып тұр. Қазір кім қалай есеп ойлайды. Егер де реклама жасап жатыр десеңіз, реклама деп ойлаңыз, ақпарат беріп жатыр десеңіз, ақпарат деп ойлаңыз. Сол сияқты, егер де сізде қандай да бір затты өзгертуім керек, бірдеңкемен айналысуым керек дейтін болсаңыздар, сіздерге қазір өте арзан, өте бір қатты бір сізден талап етпейтін, например, Wildberriesке қазір айналысам десеңіз, Wildberries 240 000 теңге кіріс болып кетті, тіркелу. И одан кейін сабағыңыз бар деген. YouTube сізге ешқандай ақша сұрамайды. Пока что сол себепті каналыңызды ашу, қалай дұрыс ашып, қалай инструменттерді беремін, сол инструменттермен жұмыс жасаңыздар. Азғантай күннің ішінде уже сіз каналыңыз жүріп бастайды. Сол себепті маған хабарласаңыздар, пока что өзімнің білген инструменттерімді сіздерге айтатын боламын. Әрине, платный, арзан емес, себебі ол ішіндегі фишкаларын тек қана енді тегін емес, но азғантай бағамен міндетті түрде жасай аласыздар. Номер қалдырсаңыздар, немесе менің номеріме хабарласаңыздар, именно ютубпен ақша тапқым келеді деп жазсаңыздар, сол бойынша ақпарат беремін. Болмаса менде бұл номерге Wildberries бойынша да сұрайды, YouTube бойынша да сұрайды, FBO бойынша да сұрайды. Сол себепті именно қай бағытта сұрап жатырсыздар, соны жазсаңыздар болады. Және де бізде All-Market шығып жатыр. All-Marketті мен өзім бүгін ертең бастап жатырмын. All-Markеттің да артықшылықтарын, плюстарын, минустарын бәрін айтатын боламын. Ол жерде результат жақсы болып жатыр, государственный табыс. Сол себепті жаңа заттардан қалып қоймаңыздар. Барлығы жаңа болған кезде басында бәрі қызық болады, бәрі жақсы болады, жақсы табысқа шығуға болады. Әрине, бәрін ақша табуға болады. Менің де қазір FBO-ға шығып жатқанымыз, FBO бойынша кімде қандай сұрақ бар, тоже жазсаңыздар болады. FBO-ға товар жіберіп жатырмыз. Көп сөйлеп жүрген болсам кешірім сұраймын. Ақпарат пайдалы сіздерге болды деп ойлаймын. Енді көп жазып кетсем тоже, көп видео болса, көп сағат болса адамдар қарамайды ғой, қазір жалығып кетеміз ғой. Сол себепті, егер де сіздерге қандай видео керек, қандай ақпараттар керек, бизнес бастау жағынан ба, не сіздердің сұрауларыңыз бойынша, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша видео түсіретін боламын. Wildberries'тегі FBS сабақтарымда да YouTube'қа салу ниетім бар. Егер де сіздерде қолдау болып жатса, әрине YouTube'қа бүкіл сол тіркелуден бастап FBS-дағы поставка полностью соңына дейін видеоларды салатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Комментарий жазып, подписки бөліміне өтіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, себебі жаңа видеоларды ұмытып қалмауларыңыз үшін. Сіздерде қандай маған мотивация болады, сіздерден қандай маған көбірек қолдау болады, просмотр деген сияқты. Бұл видеолар тағы да көбейеді. Видеоларымыздың ары қарай дамуы үшін өз үлестеріңізді қоссасыз деген үміттемін. Келесі видеолардан кездескенше сау саламатта болыңыздар. Самый главный, ауырмаңыздар.